Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Әлемнен ақпарат. Зеленский сабасына түскен секілді. Ақ үйге сигнал жіберген Зенің келісімге дайынбыз, ендігі сөз Трампта деуі бекер емес. Ақпанның соңында Ақ үйде өткен Зеленский мен Трамптың кездесуі ұрыс-керіспен аяқталып, Украина президенті собақ кабинеттің есігін тарс жауып кеткен. Жаңарақта ғана Зеленский дипломатиялық жол тауып жағдайды реттеу үшін Вашингтонға үн қатты. Өз сөзінде ол жуырдағы кездесудің күткендегідей өтпегенін өкінішпен мойындады және де Трамптың батыл әрі табанды көшбасшылығымен бейбіт келісімге келуге әзір екенін мәлімдеді. Келісімнің алғашқы сатысы ретінде тұтқын алмасу, зымыран мен алыс қашықтықтағы дрондарды қолдануды тоқтатуды ұсынып отыр. Ресей тарапы осы шартты қабылдаса, Киев атысты тоқтатуға, әскери қимылдарды доғаруға әзір. Оның ішінде тұжырымды түрде осы жолда ақш-пен тығыз жұмыс істеп бейбіт келісімнің соңғы нұсқасын әзірлеп қабылдауға дайынбыз, деді Зеленский. Ол сондай-ақ Украинаның қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған пайдалы қазбалар бойынша келісімге де қол қоюға әзір екенін жеткізді. Біз осы келісімнің тиімді боларына сенеміз және кез келген уақытта, кез келген форматта қол қоюға дайынбыз, деді ол. Дөкеңді де мақтап өтіп, оның Украина үшін атқарған ерен еңбегіне айрықша баға берді. Президент Трамп бізге алғаш Джавелин қаруын берген кезде ешқашан ұмытпаймыз, деді Владимир мырза. Осылайша Зеленский Трамппен арадағы ұрыс-керістің уытын азайтып, екі елдің арасындағы стратегиялық серіктестікті қайта қалпына келтіруге нақты қадам жасап отыр. Ендігі кезек ақш-та. Сәлден соң Трамп осыған байланысты ресми мәлімдеме жасамақ. Дональд өз стилінде Украина туралы түгел шындықты айтамын деген еді. Ал бұл мәлімдеме соғыстың алғы шартына міндетті түрде әсер етуі тиіс.